Саламатсыздар ма? Бүгін біз 110-шы сабаққа тоқталамыз. Бұл сабақта біз жазбаша бөлудің алгоритмін есеп шығаруда қолдануды үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, мені қолдап кетіңіздер. Бірінші есепте бөліндінің мәні мен қалдықты табамыз. Барлық қалдықтардың қосындысын қосқан кезде халықаралық олимпиадаға қатысу үшін әлемнің қанша елінен оқушылар жиналғанын білетін боламыз. 38-ді 7-ге бөлгенде мәні 5-ге тең болады, 3 қалдық қалады. Себебі 5 жердегі 7 35, 38-ден 35 азайтсақ 3 қалдық қалады. 50 мен 8-дің бөлінісі 6-ға тең 2 қалдық қалады. 13 мен 7-нің бөлінісі 1-ге тең 6 қалдық қалады. Себебі 1 мен 7-ні көбейткенде 7-ге тең, 13-тен 7-ні азайтсақ 6. 10 мен 6-ның бөлінісі 1-ге тең 4 қалдық қалады. Енді қалдықтарды қосайық. Мына жерде 10, мына жерде 15. Демек 15 елден олимпиадаға оқушылар жиналған екен. Енді қалдықпен бөлудің қалай орындалатынын көрсетейін. 247-ні 2-ге бөлу керек. Әуелі жазып аламыз. Енді неше таңбалы санын шығатынын анықтап алайық. 2-нің ішінен іздесек 1 сан шығады, 4-тің ішінен іздесек 1 сан, 7-нің ішінен іздесек 1 сан. Жүздік, ондық, бірлік, 3 таңбалы сан шығады екен. 2-нің ішінде 2 1 рет бар. 1 мен 2-нің көбейтіндісі 2-ге тең. 4-ті түсіреміз. 4-тің ішінде 2 2 рет бар. 4-ге тең. 7-ні түсіреміз. 7-нің ішінде 2 3 рет бар. 3 жердегі 2 6. 7-ден 6-ны азайтатын болсақ, 1 қалдық қалады. Енді осыны тексеруіміз керек. Ол үшін шыққан 123-ті 2-ге көбейтеміз. 6, 4, 2. Оған 1-ді қосамыз. Сонда біздің 247 деген санымыз шығады. Осы алгоритмді қолданып, үшінші мысалдағы қалдықпен бөлуді орындайық және оны тексеріп көрейік. 364-ті 3-ге бөлу керек. Жүздікті бөлгенде 1 сан, ондықты бөлгенде 1, бірлікті бөлгенде 1 сан шығады. Демек, бізде 3 таңбалы сан шығу керек. 3-ті 3-ге бөлсек 1-ге тең. 6-ны түсіреміз. 6-ның ішінде 3 2 рет бар. 4-ті түсіреміз. 4-тің ішінде 3 1 рет бар. Бір жердегі 3-ім 3, азайтсақ 1 қалдық қалады. Енді осыны тексереміз. 121-ді 3-ге көбейтеміз. 121-ді 3-ге. 3, 6, 3. Енді қалдықты қосамыз. 364 санымыз шықты. Осындай алгоритммен қалған өрнектерді де есептеп шығарамыз. Төртінші есеп. 360 теңгеге 1/4 ашыққа сатып алынды. 810 теңгеге осындай қанша ашыққа сатып алуға болады? Есептің шартын құрайық. 360 теңгеге 4 ашыққа. 810 теңгеге неше ашыққа сатып алуға болады? 360 теңгеге 4 сатып алуға болатын болса, бұл жерден біз бір ашықаттың бағасын табуымыз керек. Ол үшін 360-ты 4-ге бөлеміз. Сонда бір ашықаттың бағасы 90 теңге болады. Енді 810 теңгеміз болса, 90 теңгеден неше ашыққа сатып аламыз? Оны білу үшін 810-ды 90-ға бөлеміз. Сонда 9 ашыққа сатып алады екенбіз. 1/6 булмада 180 ашыққат бар. Осындай 8 булмада қанша ашыққат болады? 6 булмада 180, 8 булмада қанша?
Тағы да 6 бума мынанша болса, бір бумада неше ашық бар екенін анықтауымыз керек. Ол үшін 180-ді 6-ға бөлеміз. Сонда бір бумада 30 ашық болып шығады. Біреуінде 30 болса, 8-інде қанша екенін табамыз. Ол үшін 30-ды 8-ге көбейтеміз. Сонда 8 бумада 240 ашық хат шығады. 5-ші есептің А бөлігінде дүкенде 12 қорап түрлі түсті қарындаш сатылды. Және одан 3 есе артық жай қарындаш сатылды. Барлығы неше қорап қарындаш сатылғанын табуымыз керек. Ол үшін екеуін қосу керек. Түсті қарындаш пен жай қарындашты. Түсті қарындашымыз 12 қорап болса, оған келесі жай қарындашты қосуымыз керек. Бірақ бізде жай қарындашымыз белгісіз, оны жақшаның ішіне орындаймыз. 3 есе артық десе, 12-ні 3-ке көбейтеміз. Мына жерден 36 шығады. 36 мен 12-ні қоссақ, 48. Барлығы 48 қорап қарындаш сатылған екен. А бөлігінде дүкенде 12 қорап түрлі түсті қарындаш сатылды. Бұл жай қарындашқа қарағанда 3 есе артық. Барлығы қанша қорап қарындаш сатылды деген сұрақ қойылыпты. Енді алдыңғы есептегі сияқты барлығын табу үшін түсті қарындаш пен жай қарындашты қосуымыз керек. Түсті қарындашымыз 12 қорап. Енді оған жай қарындашты қосуымыз керек. Жай қарындашымыз бізде белгісіз. Оны мына жерге қарап анықтаймыз. Түрлі түсті қарындашымыз өзі 12 қорап белгілі болса, және ол мынаған қарағанда 3 есе артық болса, біз жай қарындашты табу үшін оған кері амал орындаймыз. 3 есе артық дегенде көбейту орындаймыз, ал бұл есепте бөлу орындауымыз керек. Сондықтан да бұл жанама есеп. Өйткені жай қарындашымыз бізге белгісіз. 3 есе артық түсті қарындаш болса, жай қарындашымыз 3 есе кем болғаны. Ол белгісіз болғандықтан жақшаның ішіне бөлу амалымен орындап шығамыз. 12-ні 3-ке бөлсек 4, 12 мен 4-тің қосындысы 16. Сонда барлығы 16 қорап қарындаш сатылған болып шықты. 6-шы есеп. Залды безендіру үшін 334 жолауша сатып алынды. Оларды 3-тен біріктіріп байлады. Қанша байлам жасалды, қанша жалауша артық қалды. Бұл есепті шығару үшін 334-ті 3-ке бөлеміз. Осыны біз баған түрінде орындап көрейік. Үшті бөлгенде бір сан, мына үшті бөлсек келесі сан, 3 таңбалы сан шығу керек. 3-ті 3-ке бөлсек 1-ге тең, көбейтіндісі 3, 3-ті түсіреміз. Тағы да 1-ге тең, 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3-ге тең. Енді 4-ті түсірейік. 4-тің ішінде 3 бір рет бар, 2-ін көбейтсек 3-ге тең, 1 қалды қалады. Мінекей біз есептің сұрағына жауап бердік. Қанша жалауша артық қалды? 1 жалауша артық қалды, 111 байлам жасалды. 7-ші есепте мынандай тік 4 бұрыштар сызамыз. Оларды 2-3 бұрышқа, тік бұрышты 3 бұрышқа бөлеміз. Осы 3 бұрыштардың, боялған 3 бұрыштардың аудандарын табуымыз керек. 3 бұрыштың бір бұрышы тік болғандықтан, бұл 3 бұрыштың барлығы тік бұрышты 3 бұрыш болып есептеледі. Тік бұрышты 3 бұрыштың ауданын табу үшін әуелі тік 4 бұрыштың ауданын тауып алуымыз керек. Тік 4 бұрыштың ауданының формуласын жазып қояйын. Тік 4 бұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтуіміз керек. Бізде ұзындықтың орнында 12 см, енінің орнында, б-ның орнында 6 см тұр. Енді осының ауданын табайық. 12 см мен 6 см-ді көбейтеміз. Бірақ бізге тік 4 бұрыштың емес, тік бұрышты 3 бұрыштың ауданы керек. Тік 4 бұрыш теңде 2-ке бөлінгендіктен, біз осы ауданды 2-ке бөлеміз. Тік 3 бұрыштың ауданын табу үшін бөлеміз 2-ке. Мына жерде 72 шығады. 72-ні 2-ке бөлсек 36 см квадрат.
Мына үшбұрыштың ауданы 36 сантиметр квадрат екен. Мына жерге келейік. Мына үшбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтіп тағы да 2-ге бөлеміз. Жақшаның ішінен 8 сантиметр квадрат шығады. Оны 2-ге бөлсек 4 сантиметр квадратқа тең. Келесі үшбұрыштың ауданын табамыз. Ұзындығы мен енін көбейтеміз. Яғни 9 сантиметр мен 4 сантиметрді көбейтеміз. Сосын оны 2-ге бөлеміз. Жақшаның ішінен бізде 36 сантиметр квадрат шығады. Оны 2-ге бөлсек 18 сантиметр квадратқа тең болады. Мына үшбұрышымыздың ауданы 18 сантиметр квадратқа тең. Мінекей бұл есепті осылай шығарамыз.